Слай тұрсам норм ба? Выйди на улицу. Biz съемканы аяқтадық. Қараш. Сәлем достар, бүгін біз Алматының осындай жаңбырлы ауа райына қарамастан сіздер үшін арнайы сұрақ-жауап видеосын түсіреміз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Дианаға бірінші сұрақ. Қазақстанда алғашқы театр Алматыда ашылды. Шын немесе өтірік? Өтірік. Жауабың дұрыс. Қазақстан бойынша алғашқы театр 1926 жылы Қызылорда қаласында ашылған екен. Ойымдап қобалжып тұрмын. Не стоит температурить Джеки Чан. Бірінші сұрақ. Алматы студенттер қаласы. Ресми деректер бойынша Алматыда 40-тан астам жоғарғы оқу орны бар, яғни университеттер мен академиялар. Ендігі сізге қойылатын сұрақ, бұл жалған әлде өтірік ақпарат? Да что ты, черт побери, такое несешь? Менің ойымша бұл шын. Дұрыс. Жауап дұрыс. Алматыда 46 жоғарғы оқу орны бар. Бұл қазақстандық барлық жуының шамамен 3/1 бөлігін құрайды. Алматыда 12 метрополитен бекеті бар. Жауап жалған. Жауабың дұрыс. Алматыда әзірге 11 ғана метро бекеті бар. Осы 2026 жылы 12-ші Қалқаман бекеті ашылу керек. Келесі екінші сұрақ. Алматыдағы ең үлкен сауда орталығы ол Роза Бакиев көшесіндегі Мега Алма Ата. Шындық әлде жалған? Білмеймін. Шындық бола салсын. Жауап дұрыс. Мега Алма Ата Алматыдағы ең ірі сауда ойын-сауық орталығы. Ол Роза Бакиев көшесі 247А 12 мекенжайында орналасқан. Келесі сұрақ. Трамвай кезінде Алматыда болды ғой, қазір тоқтатылған. Оның себебі жол апаттары болды ма? Иә. Дұрыс, жауабың дұрыс. 2014 жылы өте ірі жол апаттары болған. Соның себебінен осы трамвайды тоқтатты. Үшінші сұрақ. Алматының ең үлкен ауданы Алатау ауданы. Шындық әлде жалған? Білмеймін. Жалған сияқты. Жауап дұрыс. Жер аумағы бойынша ең үлкені Медеу ауданы. Оның құрамына таулы аймақтар мен шатқалдар кіретіндіктен ауданы 253 шаршы шақырымнан асады. Ал Алатау ауданы ең жас аудандардың бірі. Дұрыс таптың, иә? Иә, дұрыс. Дұрыс келе жатсыз. Келесі сұрақ. Алматыда алманың 100-ден астам жабайы түрі өседі. Шын немесе өтірік? Шын. Дұрыс. Алатау жабайы алманың отаны саналады. Келесі төртінші сұрақ. Алматы метросы әлемдегі ең терең метролардың ондығына кіреді. Жалған немесе шын? Әлемдегі ма? Жалған сияқты. Жауап дұрыс. Алматы метросы өте терең, яғни Абай станциясы 78 метрді құрайды, бірақ ол әлемдік топ 10-ға кірмейді. Мысалы, Санкт-Петербург немесе Киев метролары әлде қайда терең. Медеу, символ қойдың ба? Айта бер. Медеу әлемдегі ең биік мұз айдыны. Иә. Шын. Дұрыс. Келесі 5-ші сұраққа көшейік. Медеу мұз айдыны әлемдегі ең биік таулы мұз айдыны болып саналады және онда 120-дан астам әлемдік рекорд орнатылған. Шындық немесе жалған? Бұл да әлемдік бойынша ма? Шын шығар. Жауап дұрыс. Иә. Теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан. Оны рекордтар фабрикасы деп те атайды. Қазақстан бойынша Макдональдстың алғашқы нүктесі Алматы қаласында ашылды. Иә, шын. Дұрыс. Кеше зерттеуде іздедік қой. Бізде түскен кейс бойынша сондай болды. Күшті, иә. Бұл өтірік. Өтірік дедің ғой, иә? Шын дедім. Жоқ, Қазақстанда Астанада ашылды ғой бірінші нүктесі. Бір қате жауап. Дұрыс жауап. 2016 жылы Астана қаласында
Макдоналдстың бірінші нүктесі ашылған. Келесі 6-шы сұрақ. Апорт алмасының отаны Алматы. Ол ежелден осы жерде өсіп тұрған. Шындық немесе жалған? Шындық. Өкінішке орай жауап дұрыс емес. Апорт Алматыға 1865 жылы Воронеж губерниясынан әкелінген, бірақ Алматының топырағы мен климаты оны әлемге әйгілі ірі әрі дәмді алмаға айналдырған. Алматы әлем бойынша ең лас ірі қалалардың тізімінде 5-ші орында болған. Рас немесе жалған? Жалған. Жоқ, бұл рас. 2025 жылғы ақпарат бойынша Алматы шынымен әлем бойынша ірі қалалардың тізімінде 5-ші орында болды. Келесі сұрақ. Алматының ең ұзын көшесі Райымбек Батыр даңғылы, бұрынғы Ташкентская. Шындық әлде жалған? Жалған сияқты. Жауап дұрыс. Алматының ең ұзын көшесі ол Рысқұлов даңғылы, шамамен 17-15 км шақырымды құрайды. Алматыда теннис бойынша әлемдік турнирлер өтіп тұрады. Рас немесе жалған? Рас. Рас, дұрыс. Алматының тауларында әлі күнге дейін жабайы Түркістан сілеусіні мен қар барысы мекендейді. Шындық әлде жалған? Шындық. Жауап дұрыс. Бұл жануарлар Алматы мемлекеттік қорығының аумағында және Іле Алатауы ұлттық паркінде тіркелген. Фототұзақтарға жиі түсіп тұрады. Сондықтан бұл жауап дұрыс. Қазақстандағы ең биік телемұнара осы Алматыда орналасқан. Рас немесе жалған? Рас. Дұрыс. Бектөбе телемұнарасы елдегі ең биік мұнаралардың бірі. Болды. Мендегі сұрақтар осы. Сұрақтар бітті. Мен 2 сұраққа қате жауап бердім, ал Ақбота бір ғана сұраққа қате жауап берді. Бүгінгі жеңімпаз Ақбота. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға тіркеліп қойыңыздар.